Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қуырылған лағманның рецептісімен бөлісемін. Қажетті ингредиенттер описаниеде толық жазылған. Еттің тез пісетін жұмсақ бөлігін алсаңыз, лағман тез дайын болады. Ең алдымен қызып тұрған майға етімізді қуырып аламыз. Етіміз әбден қуырылып болғаннан кейін пиязды салып, оны да жақсылап қуырамыз. Сарымсақты және де стебель сельдерейді салып, оны да қуырып аламыз. Бірінен кейін бірін өстіп қуырып аламыз. Бұрыштарды саламыз. Дәміне қарай тұзын саламыз. Және де паприка, менде ірі және ұсақ паприка. Және де ашты қызыл бұрыш. Бір ас қасық соя тұздығын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Ал енді аз ғана көлемдегі қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Дәмі шығу үшін сарымсақ және де стебель сельдерейдің жапырақтарын қосып жібердім. Ал енді лағманның нанын саламыз, алдын ала пісіріп алған. Оны пышақпен 2-3 жерден кесіп алдым. Жақсылап араластырамыз. Қуырылған лағманымыз дайын болды. Өстіп әдемілеп тарелкамызға саламыз. Дайындап көріңіздер, өте тез және дәмді шығады.